Ассалаумағалейкум. Менің TikTok және Instagram оқырмандарым. Менің есімім Маңғыстау, Ақтөбе, Ақмола адвокаттар алқасының мүшесімін. Осы ішкі істер министрлігінен, ішкі істер Жаңаөзен қаласы полиция басқармасынан пенсияға шыққан жігітпін. Соның ішінде тергеу саласында 12 жылдан артық жұмыс жасаған тәжірибем бар. Кәдімгі қатардағы полициядан бастап майор шеніне шейін өстім. Майор шеніне шейін өстім. Тергеуші болдым, аға тергеуші болдым. Тергеу бөлімінің басшысы болдым. Одан тергеу бөлімінің замы болдым. Оның арасында бір 8 айдай Маңғыстау облыстық полиция департаментінің өзіндік қауіпсіздік басқармасында, ішкі істер министрлігіне қарайтын өзіндік қауіпсіздік басқармасында да 8 айдай жұмыс жасап келдім. Енді менің сіздерге айтайын дегенім осы жерде жаңағы іні қарындастарымыз бар, болашақ өзінің өмірінің құқық қорғау қызметтерінде байланыстырғысы келеді, тергеуші болғысы келеді, мысалы соның ішінде. Мен сол тергеуші боламын, осы заң өмірімді осы құқық қорғау органдарының саласымен байланыстырамын дейтін адам іні қарындастарыма курс өткізгім келеді, практикалық. Енді мен сол өзімді осы тергеу саласының желеген шағып майын ішкен азамат ретінде өзімді айта аламын. Ол енді мақтанышпен айта аламын, былай айтқанда. Мен осы тергеу саласында біраз жолды өттім. Былай айтқанда бір атанға жүк болатын қызмет атқардым. Неге ондай өткізгім келеді? Себебі мына іні қарындастарымыз өзіміздің басымыздан өтті. Мысалы, сен оқып келеді да, заңгер оқып келеді, полиция басқармасына жұмысқа барады. Мысалы, тергеуші болып барады, 3 ай училищеде оқиды, немесе жаңа академияны бітіріп келетіндер бар. Келеді, ол жерде практика үйретпейді. Келеді, бір ай жасайды, келген жұмыс орнында да бастықтар үйретпейді. Ең соңында үйретейін десе де уақыт жоқ, ояқта нагрузка көп, күнде материал. Сөйтіп жүргенде бала үйрене алмайды да, 5-6 айдан кейін басқа службаға, мысалы участковый болып кетеді, или басқа бір жеңіл бірдеме іздейді, или жұмыстан шығып кетеді. Тауы шағылады да, былай айтқанда, адамның тауы шағылады. Сол үшін мен өзім практик ретінде, практически кәдімгі тәжірибе, кәдімгі өзімнің тәжірибелі қызметкер ретінде соларға курс өткізгім келеді. Курс енді әрине тегін болмайды, өзінің бағасы бар, оны жекеме шыққан кезде айтамын. Мысалы, оқиға болған жерге қалай қарау жүргізеді барған кезде, қалай заңдастырады заттай дәлелдемелерді, қалай алу керек, қалай алмау керек, куәден қалай жауап алу керек, жәбірленушіден қалай жауап алу керек, күдіктіден қалай жауап алу керек, бәрін практика түрде үйретемін. Қалай тінтіп жүргізу керек, алынған заттай дәлелдемелерді қалай заңды түрде бекіту керек. Осының бәрін мен үйреткім келеді. Себебі барған кезде міне дәл осы жұмыстарға адам тап болады. Оны 5 жыл оқып келсін, 10 жыл оқып келсін, ол жақта ешкім үйретпейді. Шетелде оқып келсін, оны ешкім үйретпейді. Мен осы білімімді, мысалы мен беретін білімімді, оны ешкім шетелде үйретпейді. Оны үйреніп біліп барған маман жақсы маман болады деп мен 100% айта аламын. Фундаментін құйып үйретіп жіберемін. Барғанда мен не істеймін деп аспан қарап тұрмайды. Оқиға болған жерге қарау жүргізуге бірінші алып кетеді. Сол жерге барғанда ол өзінің баяғы үйренген, мысалы менен білім үйренген, курста көрсеткен затты жасайды, одан қателік болмайды. Неге? Себебі барады, келеді балдар. Үйрене алмайды, оны үйретпейді. Мысалы, нагрузка көп полицияда. Алады да жұмыстан шығып кетеді, балаң тауы шағылады. Оған ұрсады, сен 4 жыл оқыдың, 5 жыл оқыдың, неге білмейсің деп та, оны үйрететін ешкім жоқ ол жерде. Вот сол себепті мына заң саласын оқып атқан, болашақ құқық органдар саласында жаңағы қызмет етем дейтін аға іні қарындастарымызға осындай білім бергім келеді. Міне, ол полиция болсын, ол ұлттық қауіпсіздік комитеті болсын, ол антикоррупционный служба болсын, ол экономикалық тергеу департаменті болсын, бәрі бірдей. Көбінесе мына қазіргі ұлттық қауіпсіздік комитеті бар, экономикалық тергеу департаменті бар, антикоррупционный служба бар, барлығы тергеушілерді мына полициядан алады. Себебі неге? Себебі полициядан бастаған адам көп затты үйреніп шығады. Енді қазіргі кезде бұрын қызметкерлердің бәрі отставкаға кеткеннен кейін қазіргі кезде тәжірибелі маман осы жерде аз. Болған кезінде де сол өйтіп біреудің затына барып үйретіп жүрмейді.
үйретпейді, балдардың тауы шағылады, жұмыстан шығып кетеді, немесе басқа службаға ауысып кетеді. Мен осыны тикток оқырмандарым және инстаграм оқырмандарым, менің номерім 8708-344-5379, 8708-344-5379. Алдағы уақытта бұйырса мен осы практикалық сабақты үйретемін. Үйреткенде қалай үйретемін? Кәдімгі практика жасатып үйретемін, бір-біріне жасатып үйретемін. Оқуға болған жерге астына отырды, қате мен өзім жөндеп беремін ручкамен. Мен жөндеймін, олар жасайды. Дәл осылай үйретемін. Ал құлақтарыңызға алтын сырға, егер құқық органы саласында жұмыс жасаймын, тергеуші боламын дейтін іні қарындастарымыздың құлақтарына алтын сырға осы номерге хабарласып алдағы уақытта өзі курстың қашан өтетінін, қай жерде өтетінін білуге болады. Бұл тергеу саласында қазіргі кезде тергеу саласында былай айтқанда жұмыс бәрі электронный вариантта. Бұрынғыдай запростарды апарып жүрмесің, кабинеттен отырып бересің. Былай айтқанда тергеу саласы өте қызықты, керек, бірақ жаңа еңбекті көп талап ететін ол мамандық. Былай айтқанда да көп еңбек талап етеді. Тергеу саласын меңгерсең, ол сен болашақ наның. Сен адвокат та бола аласың, сен басқа қызметке де, полициядан бастасаң, басқа қызметтің бәріне ауыса аласың. Жалпы тергеу деген сондай бір күшті осы органның ішінде, қылмыстық қудалау органдарының ішіндегі ең керемет мамандық. Бірақ оны алып кету оңай емес. Мен білем, жұмыс жасап жүрген тергеушілердің ішінде де алып кете алмай жүрген тергеушілер бар. Мысалы, 1 жыл болады, 2 жыл болады, тек ашылмайтын қылмыстармен или жеңілдермен жүреді да. Ондай да білемін. Міне, ондайлар болса да хабарласыңдар. Мен сіздердің аты жөндеріңізді айтпаймын. Мысалы, бастықтарына соғып, маған келіп жүр, бүйтіп жүр, сөйтіп жүр деп. Мен бәрін үйретемін. Курс ақылы болады. Курссыз қашан сол кезде оның ақысын өзім айтамын. Еңбек ақысын бәрін қалай болатынын. Ал қызықтыратын болса, менің осы айтып отырғаным қызықтырса сіздерді, 8708-344-5379 нөміріне хабарласыңыздар. 8708-344-5379. Осы номерге хабарласыңыздар, чат ашамыз, по этапам үйретеміз. Бұл бұйырса масштабный курс болады. Тек Маңғыстау емес, үлкен Алматы қалаларында жүретін болады. Осы менен алған біліммен мен үлкен мамандық иесі болады деп айта аламын. Қазіргі кезде бұрынғыдай емес, керемет. Адам басына, мысалы, квартирный төлейді, адам басына 49 мың төлейді. Үйленесің, әйеліңе 49 мың, балалы боласың, балаңа 49 мың. Өте жақсы, керемет. Енді елдің бәрін мұнай шығылып, елдің бәрін үкімет басқа да жұмысқа кіргізе алмайды, солай емес пе? Солай. Сол үшін мен осы видеомды көргендер, осы менің айтқан номеріме хабарласыңдар. Құлақтарыңызға алтын сырға, керемет курс болады. Бұндай курсты сендерді 4 жыл оқысаңдар да, 5 жыл оқысаңдар да, Алматы ішкі істер академиясында оқысаңдар да, жаңағы Есеніпте оқысаңдар да, басқа шетелде оқып келсеңдер де, бұндай курсты ешкім ала алмайды. Оған мен 100% әуелалла уәде беремін. Менің номерім жаңа өзім айттым. Осыны тыңдаған, көрген іні бауырларымыз, қарындастарымыз бар. Осы номерге хабарласып, курстың қашан өтетінін, қай жерде өтетінін біле аласыңыздар.